Сәлем достар. Трейдинг туралы, трейдингқа үйретушілер туралы, соның ішінде дәлірек айтсақ, нақты бір адамға қатысты сұрақтар өте көбейіп кетті. Менің оқырмандарымның арасында директіме шығып сұрап жатады. Ол кісі таныс па барлықтарыңызға? Таныс. Бұл жігіттің курсына қатысу, қатыспау әркімнің өзінің шешімі деп ойлаймын. Оны менен сұрамасаңыздар да болады. Бірақ пікірімді білгілеріңіз келеді екен, басым көпшіліктеріңіз. Ендеше бірдеңені айтайық. Давай негізсіз пікір бергеннің орнына одан да Инстаграм парақшасына өтейік, сол жерден көрейік не екен. Келісетін жерлерінде бар, бұл жігітпен келіспейтін жерлерінде бар. Думан деген жігіт па? Ман нотында тұрған. Қараңыздар страницасын, контентті бүкілде қазақша жүргізеді. Бұлысы әрине мақтауға тұрарлық. Қазақша контент бұл тақырыпта әрине керек. Бұнысы әрине керемет. Барсын қарайықшы. Думан Ерханат, Америкадан трейдинг саласынан жинап келген барлық білімім мен тәжірибемді Қазақстанға алып келдім. Ассалаумағалейкум. Мен Жеңіс Есенкелдин. Жеңіс Есенкелдин танымайды екен бұл жігітті. Еркін болу үшін пассивті кірістерді жасауды 5 жылдан бері үйретіп келемін. Ендеше әлемнің ірі компанияларына биржа нарығы арқылы сіз де инвестор бола. Әрине, егер негізгі акцент инвестицияға жасалып тұрса, бұл әрине игі іс. Бұны игеруге тиісті әрбір адам. Ақшасын еселеймін деген адамдар үшін бұл өте керекті. Инвестиция туралы білім. Бұған ешқандай нем жоқ, қарсылығым. Инвестор ретінде көргіңіз келеді ме? Инвестор сіз ойлағандай тек қана ақшасы көп адамдар ғана емес. Мен Думан Ерханат, кәсіби трейдер және инвестор, сізге өз вебинарым Бұл да қолыңызда бар ақшамен әлемнің ірі компанияларының акция Бұл да жартылай реклама, роликтері. Енді қараңыз, әрине миллиондаған ақша болу міндет емес инвестицияға, бірақ тұрақты түрде салым керек. Инвестициядан сіз жақсы пайда көрем деп ойласаңыз, 10-20 жыл бойы. Ай сайын, тым болмаса 2 ай, 3 ай сайын тұрақты түрде салым салып отыруыңыз керек. Бұл ең маңызды нәрсе инвестициядағы. Дәл сондай адамдар да ұзақ мерзімде көп пайда таба алады. 5 жыл бұрын саяхаттап жүріп те жасай алатын кәсіпті армандаған болатынмын. Дәл қазір мен арманыма жеттім, қол жеткіздім. Көптеген тәжірибелер жинадым. Және де пайдасын да көріп жатырмын. Енді осыны қазақ бауырларым Енді трейдинг қараңыз, кез келген жерде, кез келген елде жүріп табыс тапқым келді дейді. Трейдер болуымның басты себебі неде еді? Егер трейдер болуымның басты себебі осы деп ойласаңыздар, мен сізге шындықты айтайын трейдинг туралы. Трейдинг бұл костюмді киіп алып, дүниенің ана жеріне, мына жеріне саяхаттап, қолында ноутбук немесе смартфон, барлық графиктер ойнап тұр, мәліметтер жүріп тұр, сөйтіп қана ақша табам деп ойлайтын болсаңыз, арқамды кеңге салып ал жасасыздар. Трейдинг бұл өте қажырлы жұмыс, бұл постоянный стресс, бұл үнемі түрде жаңалықтарды үнемі бақылап отыру, бұл ұйқының бұзылуы, бұл мәлім түрде құрбандық беру, ақшалай, және психологиялық жақтан. Сондай кемінде үйренгенге дейін 2 жыл. Бұл тек қана табысқа жеткендердің ішінде, табысқа жете алмайтындар қаншама. Сондықтан трейдингті өте оңай деп ойламаңыздар. Мұнда не болып жатыр? ең алғашқы байқауымды бастаймын. Мына қорапта сіздерге арналған ерекше сыйлығым бар. Конкурс па? Giveaway конкурс, бұған тоқтаудың қажеті жоқ. Мынау қандай контент? Жақсылық жасаудың есебі жоқ демекші. Мен әсіресе мұқтаж жандарға көп көмегімді тигізгім келеді. Мүмкіншілік шектеулі балаларға көмек қолын созып. Әрине, қамқорлық істеген өте игі іс, бұл ісі мақтарлыққа тұрарлық және өнеге алуға тұрарлық. Сауабын жазсын әрине. Кеше 26 маусым ерекше күн болды. Toyota Land Cruiser 300-дің тест драйвы. Жарайды, бұл реклама сияқты Toyotаға. Қазақша Wall Street Қазақстан. Қателеспесем, бір конференция өткізді, Бұған қатыспадық. Қатысқандарыңыз бар ма? Не айтылды? Комментке бөліссеңіздер болады. Қатыспадық, ештеңе айта алмаймыз. Қазақша Wall Street
көшесінің спикерлері. 2 күн қалды. Қазақша Уолл-стрит. Мында не бар? Дәл осы тақырыптармен Америкадан кәсіби трейдер және инвестор мен Думан Ерқанат сізді Қазақстанда болмаған америкалық білім, америкалық сапа, Бұл жаңа конференцияның немесе курстың рекламасы ма қалай? Жарайды, кеттік ары қарай. Инвестор және трейдер ортасы Қазақстан компанияларына ие болу, мынау қазір. профит табысқа кіргіңіз келетінін білемін. Мен Думан Ерқанат, Америка құрама штатының биржа нарқында қалай трейдинг және инвестиция жасауды сізге үйретемін. Жарайды, несін оқиықшы. Трейдингті неден бастаймыз? Топ сұрақтар дейді. Трейдингті үйрену үшін арнайы қаржы маманы болу қажет пе? Трейдинг саласын кез келген адам мамандығы мен жұмысына қарамастан үйрене алады дейді. Қараңыздар. Біріншіден қаржылық білім алған адамдар трейдингқа оңайшылықта жоламайды. Өйткені олар бүкіл әлемдік нарықтың ішкі құрылысын, анатомиясын түсінеді. Трейдингтің өте жаңағыдай қауіпті ойын екенін, бұның қандай риск алып келетінін, немесе оған табысқа жету үшін қандай құрбандық беруге тура келетінін бәрін біледі. Сол үшін дәл қаржылық білім алған адамдар көбінде бұған жоламайды. Көбінде бұған осыдан алыс, инвестициядан, қаржы білімнен алыс адамдар жолап жатады. Қандай да бір пайда көріп кетем деп, иә. Оның үстіне, егер жолап жатса қаржылық білім алған адамдар трейдингқа, солардың арасынан табысқа жеткен трейдерлар шығып жатады, иә. Өйткені олар жаңағыдай бірден бұның оңай емес екенін біліп келеді. Екіншіден жаңағыдай риск менеджмент, money менеджмент солардың бәрін түсініп келеді. Сондықтан қаржылық білім бұл жерге енді мүлде керек емес деп айтқан дұрыс емес деп ойлаймын, менің ойымша. Дұрысырақ айтсақ, болса, әрине керемет, бұл артықшылық. Жалпы вообще трейдингқа жоламаған дұрыс, менің ойымша. Егер жолап жатсаңдар, онда қаржылық білім болғанда сіздерде ол жақсы болатын еді, иә. Тым болмағанда азырақ ақша жоғалтасыз, немесе тезірек үйреніп кете аласыз дегендей. Тағы не дейді? Трейдингпен айналысуға тіл білу маңызды ма дейді. Трейдингпен айналысу үшін ағылшын тілін білу маңызды емес. Ағылшын тілін білу маңызды емес трейдинг үшін. Бұл жартылай келісуге болады, иә, бірақ жартылай келіспейтін жағым да бар. Айтайық мысалға. Әр трейдердің, иә, табысқа жеткен аз санды трейдерлердің өзінің бір стилі болады, иә, сауда жасау стилі. Трейдинг систем дейміз. Біреулер жаңағы дей трейдингпен айналысады, біреулер жаңағыдай внутридневной откат дейміз, соны ұстап жатады, біреулер скальпингпен айналысып отырады, біреулер новостной трейдер деген болады, иә, тек қана жаңалықтарды аңдып отырады, жаңалыққа сол акциялардың, компанияның акциялары қандай реакция болады, түсе ма, құлай ма, сол қозғалысты ұстау үшін жаңалықты үнемі қарап отыратындар болады. Сол адамдар үшін ақпаратты өте дәл уақытында, өте жылдам алу өте маңызды. Ал ақпараттардың бәрі ағылшын тілінде шығады, өкінішке орай. Ол ағылшын тілінден орысшаға аударылып, немесе қазақшаға аударылып келіп болғанша, ол жаңалықты уже ойнатып үлгереді. Қалың отырған акулалар, киттер, Америкада отырған. Сол үшін ағылшын тілін білсе, әрине бұл өте үлкен басымдылық трейдер үшін, менің ойымша. Брокерлік компания неге қажет? Брокерлік компанияны түсінікті ғой. Трейдингқа қандай платформа қолданасыздар? Ameritrade, Interactive Brokers, Freedom Finance. Трейдинг неден бастаймыз? Білім алу, білімсіз трейдинг ол ең үлкен риск. Әрине, өте керемет сөз. Білімсіз трейдинг ол ең үлкен риск. Жалпы трейдинг дегеніміз риск, не біліп келсеңіз де, білмей келсеңіз де. Сіз оған қандай білмен келсеңіз де, сенде ешқандай тәжірибе болмаса, бұл үлкен риск. Білімсіз келу ол одан үлкен риск. Брокерлік компаниядан шот ашу ағылшынша, алғашында демо шотта, кейіннен шын шотта трейд жасаймыз. Демо шотты естулеріңіз бар шығар. Бұл жермен келіспеймін. Демо шот дегеніміз бұл демонстрационный шот, жаңағыдай сізге симуляция жасайды нарыққа, өтірік баланс береді. Сіз соны шын ақшамен сделка ашып жауып отырған сияқты соны ойнатып көресіз. Бірақ бұл не үшін жұмыс жасамайды, не үшін көмектеспейді сіздің трейдер болуыңызға. Өйткені сіз ол жерде біріншіден өтірік ақшаға сделка ашып отырғаныңызды білесіз. Сізде уже психологиялық қысым, қорқыныш қысымы сізге түсіп тұрған жоқ. Сол үшін сіз ол жерде
өте ширақ өте жинақы қимылдай аласыз, иә. Көбісі сол кезде демосчеттан ақша тауып жатады, бірақ нақты ақшаны салып трейд жасаған кезде ақшасын жоғалтып жатады. Ол не үшін? Өйткені шын ақшамен ойнау бір бөлек, ол өтірік ақшамен ойнау бір бөлек. Екеуі мүлде ұқсамайтын нәрсе. Демосчет неменеге пайдасы бар? Оның пайдасы да жоқ емес. Демосчет терминалды үйренгенге, қай жерде қандай кнопкалар тұр, иә? Sell, buy, қай жерде лимит, қай жерде стакан, бірдеңені шатыстырып алмау үшін соны үйрену үшін керек. Ал ол былайынша трейдер болуға ешқандай көмек түспейді. Оны бәрі біледі. Оны кәсіби трейдерлер, халықаралық ең мықты топ трейдерлердің бәрі мойындайды оны. Басқа неме бар? Уолл-стрит ақша сенің уақытың мен сылтауыңа қарамайды. Қосымша кіріс табуға уақытым жоқ, акционер болу үшін маған миллион қажет деген. Жарайды, бұл ойы сияқты биржа нарығы мұхит. Әрине Қазақстан мен Америка халқының экономикалық деңгейін салыстыруға келмейді. Қазақстанға ең алғашқы келуім. Қош келдіңіз Қазақстанға. Алғашқы әсерің қандай? Қазақстан туралы білесің бе? Қатысы жоқ тема сияқты. Так, will you invest Elon Musk? Will you invest to Elon Musk or I backed it? Бұл не айтпақшы? Elon Musk'тың компаниясымен бірге дамисыз ба? Қазіргі қоғамда ақшаны қалай үнемдеймін деп емес, ақшаны қалай көбейтуге болады тақырыбы көп ізденіп, көп актуалды болып жатыр. Ақшаны қалай үнемдеймін деп емес, ақшаны қалай көбейтуге болады. Бұл жерде даулы тұрғызатын жер. Капиталды жинақтау дегеніміз бұл көп ақша табу емес, көп ақша үнемдеу. Керісінше, иә. 10 миллион таптыңыз айына, 500 мың үнемдедіңіз. Біреулер 2 миллион тапты, оның миллионын үнемдеді. Ұзақ уақытта кім бай болады? Әрине жаңағы аз ақша тапқан, бірақ көп ақшасын үнемдеген адам бай болады. Бұл қаржылық сауаттылықтың ең негізі, иә. Бірінші, көп үнемдей білу, расходты жаңа контроль жасау. Екіншіден, инвестиция, оны тұрақты түрде жасап отыру. Басқа не бар? Трейдинг туралы түсінік. How does the stock market work? Шын айтсақ, трейдинг туралы ақпарат көп, иә? Бұл кісінің парақшасында трейдинг туралы, өкінішке орай. Мұнда не бар екен? Livestream, live tradingнан үзінді дейді. Alright guys, жаза кетіңіздер шалжап. Қарай. Біздің live tradingда отырғандар, бізде мен қазір инстаграмнан лайв жасап жатырмын. Лайв жасап та көріп отырған адамдарға дәл не жасап жатсыздар, чатқа жаза кетіңіздер. Alright, лайвты көріп отырған адамдарға мен айта кетейін, уже Біріншіден қараңыз, өте көп индикаторлар пайдаланады. Кәсіби трейдерлердің бәрі біледі индикатордың қалай жұмыс жасайтынын. Индикаторлар өкінішке орай бұрынғыдай жұмыс жасамайды. Техникалық анализде жұмыс жасамайды бұрынғыдай. Бұл айтпаса да түсінікті. $118 пайдасы. Нью компаниясы құлағанын уже шорт жасап отыр, құлап отыр. Шорт. Екеуі қатар құлап отыр. Бірнеше шорттан қатарынан Шорт туралы айта кетейінші. Инвестициядан ақша табудың ең бір негізгі қағидалары бар. Соның бірі шорт позицияға кірмеу. Шорт позицияға кіру бұл ағынға қарсы жүргізумен бірдей. Шорт позицияға сіз егер маржамен кіретін болсаңыз, кредитный плечо алып, бұл өзін өлтіргенмен бірдей. біздің лайв трейдингға кеттік алжа. Айдос демомен жаңадан үйреніп отыр. Айдаш Чикаго қаласынан біздің білесіздер. Әзірге $700. Тек қана еудан. Динара $60, Гаухар $22, Ермұхамбет $95, Сәрсен бақылап отырмын дейді. Жұлдыз $105, OCGN, Джоха $100 дейді, шорттан овер. Ая, Қазақстаннан білесіздер Аяны $230, Нұрайлы $12 дейді. Wow, this is crazy guys. Уже Шыңғыс $53 дейді. Тек қана неодан не уже әлі. Тек қана ақша тауып отыр ма? Бәрі. Шорттан мен қалтама кірген ақша 285, ар жағында ұстап отырған ақшадан $130 қызып кіріп отыр. Ал мына жақта уже файр отыр. $1500 guys. $1500. Жарайды, түсінік сияқты, Әлі құлап отыр guys. Да, былай айтайықшы. Табысқа жеткен аз санды трейдерлардың 45%, 40% сделкалары
убыток болады. Тек қана плюста болған сделкаларды көрсетсеңіз, онымен бірге жүрген убыток болған сделкалар қайда? Оны неге де көрсетпейсіз? Өйткені екеуі қатар жүреді ғой, иә? Екеуі қатар жүреді. Маңыздысы жаңағы убыток болған сделкадан пайда болған сделканы шамалы асырып түсіру. Трейдердің ең басты жұмысы. Қандай кәсіби мықты трейдер болса да, ол убытоксыз жүрмейді ешқандай сделкасы. Екеуі кезек-кезек, кей кезде ол басым, кей кезде мынау басым. Олар қайда убыток болған сделкалар? Оны неге мысал ретінде көрсетпейсіз? Оның бар екенін айтасыздар ма? Фильм жарайды, иә, бұны қарайғанда өте кете беруге болады. Мысалға, қосылатын жерінен қосылам деп айтам, кеспейтін жерінде айттым. Мына историясын қарайықшы, мысалға. Күндеріңіз бар, жетсек сақтайын. Бүгін достар, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтіп жатыр ма бізге? Трейдерді көргенде көздері пайдасын көрген кезде. Жарайды, енді кейбір рекламалары шыны керек маған 2010 жылдардағы Форекс, сосын бинарный опцион дилерлары шықты ғой, солардың рекламасына өте ұқсап кетеді, иә. Осындай оп-оңай қолыңа бірдеңені ұстап қана, графиктерді контролдап қана, гаджетпен ақша тауып жүре беруге болады. Играть на бирже это просто деген сияқты нәрселер. Бұл өте адасушылық қалып келеді, достар. Шыны керек, трейдингтен ақша табу бұл оңай емес, бұл өте қиын. Екеуінің айырмашылығы бар ғой, оңай емес деген сөзбен өте қиын. Өте қиын, тіпті бизнес жасаудан да қиын деп айтуға болады. Ал оны жаңағындай айлық ретінде тұрақты түрде кіріске айналдыратын деңгейге жету, ол тіпті қиынның қиыны. Статистикаға негізделіп сөйлеуге құрғақ ойымды айта бермейін. Трейдингқа келген адамның 95%-ы жарты жыл ішінде немесе бір жыл ішінде ақшасын жоғалтады да тайып тұрады, иә. Қалған 5% адамы сол нарықта қатысушы ретінде қалады. Бұны банктер де мойындайды, бұны инвестициялық ұйымдар да, жаңағыдай үлкен қорлар да бәрі мойындайды. Иә, келеді жаңағы мелкий спекулянттар, олар біздің көзімізше ақшасын жоғалтып жатады, ол бәрін көріп біз бақылап отырамыз. Бұны бәрін ешкім жасырмайды. Енді 5% қалды дейік, 100 адамның 5-і қалды нарықта. Оның бәрі ақша табады деп ойлайсыз ба? Олай емес, әрине. Өйткені ақшасын жоғалтса да нарықта қалатын адамдар болады жылдар бойы. Оның өзі бірнеше пайыз болуы мүмкін. Сосын нөлдің ар жақ бер жағында жүретін адамдар бар. Бір айда табады, бір айда таппайды, бір жылы табады, бір жылы таппайды. Бұларда бірнеше пайыз болуы мүмкін. Ал ақшаны табатын, соның ішінде өте ірі ақшаны табатын адамдар да болады. Бірақ олардың қолында ірі ақша болады соған сәйкес. Сіздің бір 2-3 мың долларыңыз емес, 10 мың долларыңыз емес, олар ірі ақшалар. Ірі ақшада сіз рискті төмен деңгейге қоясыз да, мәлім мөлшерде пайда табуыңызға болады, иә. Жаңағы орташа нарықтың өсуінен шамалы жоғары, сондай пайызға жеткізуіңізге болады. Бірақ олар өте аз, ондай адамдар 1000-ның бірі болуы мүмкін тіпті. Ал тұрақты түрде арнайы бір жүйені қалыптастырып, өзінің бір трейдинг системі, үнемі жұмыс жасайтын, нарықтың қандай фазасында тұрғанына қарамастан, нарық өсе ма, түсе ма, кризис бола ма, болмай ма, бәрібір де тұрақты ақша табатын, ондай деңгейге жететін трейдерлар, олар өте аз. Өкінішке орай, өте аз. Өйткені трейдинг дегеніміз не? Қараңыз, трейдинг дегеніміз бұл спекуляция. Біз өзімізді трейдер деп атаймыз, мысалға бірнеше сделка аштық, бірнеше мың доллармен кірдік, анау айына бірнеше 10%-ға өсірдік деген сияқты. Бұл спекуляция. Бұл біз мелкий спекулянтпыз, кішкентай шабақ балықпыз бұл нарықта қатысушыда. Өйткені негізгі қозғалыстардың бәрін туғызатын бұл ірі қорлар, ірі қолында ақшасы бар адамдар. Ал спекуляция дегенді аударғанда бұл алып сату деген сөз мағынаны білдіреді. Ешқандай компанияға пайдасы тимейді сіздің ашқан сделкаларыңыз. Зато брокерлік компаниялар сіздердің арқаларыңызда жанын бағып отыр, қаншама комиссиялар төленеді оның арқасында. Сол үшін брокерлер үнемі үздіксіз тікелей болмаса да жасырын түрде осы трейдингке пропаганда жасайды, былайша айтқанда, жасырын түрде. Өйткені олар пассивті инвесторлардан ақша таппайды. Оларға қаншалықты көп сделка ашылады, қаншалықты ал жасады адамдар сол тиімді. Комиссия керек қой өйткені оларға.
Сосын бұл әртүрлі деңгейдегі ойыншылардың қатысушы алаңы болғаннан кейін, бұл трейдинг дегеніміз, биржаны білесіздер, бұл ешқандай ақша жасамайды. Бұл нәрсе, бұл секунд сайын, одан да жиі уақытта ақшаларды бөліп таратып отырады, бөліп таратып отырады, перераспределение жасап отырады әр секунд сайын. Ол деген сөз, сіздің қолыңызға қандай да бір ақша келіп түссе трейдингтан, екінші жерде бір адам ақшасын жоғалтып отыр деген сөз. Ал бұндай схемада міндетті түрде заңдылық бойынша басым көпшілік адам жоғалтады, аз санды адамдар ғана ақшасын табады. Бұл заңдылық, бұл жұмыс. Ал инвестиция дегеніміз не? Бұл компанияға былайша айтқанда қаржыландыру жасау, компанияға қаржыландыру жасау. Компания дами ма, бизнес дами ма, бұл ары қарай өседі. Бұл жерде бәрі түсінікті. Жер шарының жан саны өсіп жатыр, центральный банктер ФРС сияқты өтімдікті қамтамасыз етіп отыр, үздіксіз. Тауарлардың, қызметтердің бағасы үздіксіз өсіп жатыр. Әлемде бейбітшілік немесе онда бәрі өседі деген сөз. Бұл өзі қор нарығы бастапқыда солай ойлап, солай қалыптастырылған бұл нәрсе. Оның ағысы сондай. Ал сіз спекуляциямен айналысқыңыз келеді, нарықтың қандай да бір микро қозғалыстарын ұстағыларыңыз келеді. Бұл баланың ойыны, былайша айтқанда. Өкінішке орай шындық сондай. Мен өзім айналысам ғой бұнымен. Қазір көп айналыспаймын, бірақ бұған көп уақытымды жоғалтқан, плотно айналысқан адаммын. Пайда тапқан кездерімде болды, жоғалтқан кездерімде болды. Соңғы түйген тәжірибем, мысалға, соншама көп уақытты үйренгенге дейін, соншама көп уақытты, соншама көп ақшаны жоғалтқанның орнына пассивті түрде инвестиция жасасаң жақсы компанияларға, бұның пайдасы әлдеқайда асып түсіреді бұндай нәтижеден. Оны мойындаудың ешқандай ұяты жоқ. Біздер ғана емес, кез келген табысқа жеткен трейдерлар, топ трейдерлар, халықаралық, бұның бәрі мойындайды. Олардың бәрі ары кетсе 10 жыл, болмаса 3 жыл, 5 жыл айналысады да трейдингпен, кейін инвестицияға көшеді. И одан кейін адамдарға ешқашан трейдингті дәріптемейді олар. Өздері айтады, инвестиция бәрін жеңеді екен ақырында. Buy and hold. Осы ғана ойнайтын, сосын үздіксіз ақша салып отыру. Сондай адамдар мысалға 100 адамның 95%-ы 5 жылдық, 10 жылдық перспективада инвестициямен айналысса ешқандай ақша жоғалтпайды. Бәрі негізінен ақша табады, Ал трейдингті дәл керісінше 95% адам ақшасын жоғалтады. Сондай. Басқасын былай қойғанда, Уоррен Баффеттің өзі не дейді? Мысалға, ең бірінші қағидасы, Уоррен Баффеттің білесіздер, спекуляциямен айналыспаңыздар, инвестициямен айналысыңыздар дейді. Көрдіңіз ба? Атағыңызға айналған Forbes журналына енген осындай инвестордың сөзі. Ал Forbesқа енген бір трейдердің атын естіп көрдіңіздер ме? Спекулянттың. Ондай адамдар жоқ. Бірнеше адамдар бар, Майкл Берри сияқты, 2008 жылғы ипотекалық кризисті анықтап шыққан, алдын ала болжап. Сосын Джордж Сорос деген адам бар, өте қомақты ақшамен спекулянт, шорт жасайтын кісі. Бірақ ондай адамдар өте аз ғой, миллионнан, 100 миллионнан бір ондай адамдар. Оның үстіне олардың қолында мүлде басқалай ақша бар, мүлде басқалай ақпарат бар олардың қолдарында. Сондай. Трейдинг дегеніміз бұл бір өтпелі период деп айтамыз ба? Өткінші период бұл бір қысқа. Жаңадан сәби болып дүниеге келесің ғой, аспандағы айды алғың келеді, бүкіл нәрсені білгің келеді, ақшаны көбірек тапқың келеді деген сияқты. Барлық қозғалысты, барлық движениені ұстағың келеді. Бірақ есейе келе бәрін шындықты білесің, ақыл кіреді, адам боласың деген сияқты. Сол сияқты трейдерларда ал жасап жүріп, біраз ақша табады, көбісі ақша жоғалтады, сөйтіп ең соңында бәрібір инвестицияға келеді. Мысалға, мына Думан мырзаның өзі де жақсы түсінеді деп ойлаймын мен, трейдингпен өте ұзақ уақыт айналысудың қатты қауіпті жұмыс екенін ол өте жақсы түсінеді, сол үшін де бизнеспен айналысып отыр. Қараңыздар, Инстаграм парақшасына қарасаңыз, мен не нәрсеге көзім жетеді. Жамандағаным емес, өте мықты бизнесмен, менің ойымша, маркетинг саласын жақсы зерттеген, рекламаны қалай жасауды, курсты қалай сатуды өте жақсы біледі. Ал трейдингтағы нәтижесін мен білмеймін, мен көзім жетпейді оған, Оны көрмесем, мен бір нәрсеге сенбейтін адаммын. Соңғы 3 жылда, немесе 4 жылда, осы мырзаның, Думан мырзама, трейдингтан нақты қанша ақша тапқанын білесіздер ме? Көрді ме бір адам осыны? Араларыңызда қатысқан осының курсына, соның трейдингтан нақты қанша ақша тапқанын көрген адамдарыңыз бар ма? Саған мен үшін ол өте үлкен сұрақ, өйткені ондағы көрсеткіштер ешкімнің ойлағандай болмауы мүмкін да. Трейдингқа қызыққан адам, одан нәтиже шығарылатын адам, мен қанша жерден, 100 жерден шындықты айтып не қылсам да, ол бәрібір де барады оған, бәрібір де үйренеді, не қылады,
ақша табатын деңгейге жетуі мүмкін әрине, бірақ ол араларыңызда санаулы ғана 100 адамның бірнеше адам ғана болуы мүмкін. Иә, бұл жалпы халыққа пропаганда жасайтын, дәріптейтін бұл бір мамандық емес трейдинг деген нәрсе. Инвестиция бұл әрине барлық адамға, жеке адамның, әрбір жеке адамның бәріне керек. Ал трейдинг, сіздер келісесіздер ма, келіспейсіздер ма білмеймін, менің ойым осындай. Жаңадан келген адамдарға ешқандай трейдингқа ұрынудың, бұған уақыт өткізудің ешқандай қажеті жоқ. Ең жақсысы бизнеспен айналысыңыз, инвестицияны тұрақты түрде жасап отырыңыз, портфельге дұрыс баланс жасаңыз, диверсификацияны дұрыс жасаңыз, сол кезде ғана сіз бәрінен озасыз трейдинг жасаушылардан. Бұл менің көзқарасым. Келіспейтіндеріңіз болса жазыңыз пікірлеріңізді, сіздерді тыңдап көрейік. Араларыңызда трейдингпен айналысып қомақты ақша тапқан адамдар бар ма? Оларда жазыңыздар, қандай тактиканы қолданасыздар, қандай стратегия сіздерде, қандай сиқырлы таяқ, былайша айтқанда ақша тапқызатын сиқырлы трейдинг система бар сіздерде, көрейік. Бұндай сиқырлы таяқ өкінішке орай ешкімде жоқ. Сосын бұл трейдингпен айналысу қатты бір крутойлық, бұл тек қана өте мықты адамдардың қолынан келеді деп ойламаңыздар, ондай емес. Ең мықты адамдар инвестор болады, білесіздер, халықарада. Ең мықты адамдар ол инвестор болады, бизнесті дұрыс зерттейтін, бизнесті жақсылап түсінетін, жақсы компанияларды таба білетін адамдар, солар ең қомақты ақшаны солар табады. Сондықтан трейдингпен айналысу бұл мықтылық емес, бұл батырлық емес. Керісінше, осы жаңағыдай қызығушылықты жеңіп өзің бойындағы, трейдинг мысалға адамды қызықтырады ғой, соблазна бар, қандай да бір көп ақша тауып қалам ба деген. Соның қызығушылығына еліктіруіне ермей, өз-өзіңізді жеңіп, бірден инвестицияға көшсеңіз, бұған ұрынбай, нақты батыр сіз боласыз, ең дұрыс жол тапқан адам. Мен ешкімге ақшасын жоғалтсын деп өзімнің басымнан өткен жаңағы жағымсыз тәжірибелерімді біреуге тілемеймін. Сол үшін де барлық шындықтарды айтып отырмын трейдинг туралы. Бұл аз ғана бөлшегі трейдинг туралы менің айтып отқаным. Бұған тіпті бөлек бір ролик жасауға болады. Жаңағы графический анализ дейміз, графикалық анализ, техникалық анализ дейміз, индикаторлар дейміз, олардың не үшін жұмыс жасамайтыны, жаңағыдай өте ірі қатысушылардың қалай ойнайтыны, жаңағы кішкене қатысушыларға қарсы өте көп шындық бар ол жерде айтуға тиісті. Не үшін жаңағыдай жұмыс жасамайды, көп адамдар ақшасын жоғалтады. Оның әңгімесі таусылмайды, ол ұзаққа созылып кетер. Сондықтан сіздер сұрадыңыздар, мен ойымды айттым. Сау болыңыздар.